демекші, әнұран, көгілдір ту, ел таңба, рәміздерді жатқа білсін. Әр кісі демекші, бүгінгі оқу қызметімізді еліміздің әнұранмен бастаймыз. Babamız sılaqqa şıldağan, Tənədən tәуелсіздік сұраған, азаттықтың ішін тер төккен, тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Мен байта қой Қазақстан картасы, Астана айшықталған ортасы, бүгін бізге таңдай қақау күләлер, оның бәрі елбасының арқасы. Желтоқсан көтерілісінің арқасында 1991 жылы еліміз өз алдына егемендік алып тәуелсіз мемлекет болып ел болды. Осы тәуелсіздікке қол жеткізуге өз үлесін қосқан біздің батыр ағаларымыз, апаларымыз біздің жүрегімізде мәңгі сақтаулы екен. Орынны ағалардың бізбен толсын, сәбилер ағалардың жолын қусын. 1 минут үнсіздікпен еске алайық әруағы ағалардың ырза болсын деп, Қазақстан үшін жанын құрбан еткен желтоқсан қаһармандарына 1 минут үнсіздік жариялаймыз. Кәнекей балалар, орындарынан тұра қойыңдар. 1 минут еске алайық ағаларымызды. Желтоқсаннан бастап алған ендігі, қазағымның өткендегі елдігі, құрбан болған тәуелсіз оғында ағалардың ұмытылмас ерлігі. 16 желтоқсан елдің ой мейрамы, жаңа шыққан өктемде жас көңілі жайдар. Бас сағыз бейіп жосқан, жастар қазы су барды. 16 желтоқсан тәуелсіздік туған күн. Бик игер әшеміздің Астана, қол шорай кәнті жаша мәңгі Астана. Осы рәміздер туралы бізге өлең жұмақтарын айтатын ортамызда балалар бар екен. Айныма аспан біздің тұмбы олға қашаны беккеліп қояды. Қоттерге шаңыра ғона ғынудың, қанаты құс арымақ екі жаға көңкелген. Әнұран елінің шақырады білекке, егемен қалқының болашағы білекте. Бізге отан туралы Раяна және Темір айтып береді екен. Кәнекей, Раяна, Темір айта қоймай? Отаным менің Қазақстан, атында сенің айналам, бас ие саған өтінем, жасай бер жаса Қазақстан. Отан менің атаным, отан достым бауырым, отан үлкен Астана, отан аудан ауылым. Айталаймыз, отан, Отаннан басталады. Отан үшін отқа түс күймейсің. Отан үшін отқа күймейсің. Отанды сүю отбасынан басталады. Отанды сүю отбасынан басталады. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Жарайсыңдар балалар. Отан туралы көптеген мақалдар естерінде қалған екен. Ендеше балалар тағы да экранға назар аударайық. Сендерге қазір бір сюжетті көрсетем, содан не түсінгенімізді айтатын боламыз. Барлықтарың қараңдар. 영양 дұрыс жігітен бұл нәрсендерсіз қызыр емес қалады. Ата? Неғыл? Бір теңге ғой. Бір теңге? Бір теңгеге бұл сонша елгеніңізін? Әлі ақша керек бе? Мәселе оны емес. Театр жағына қарасам, бұлай жерде жатқан бір теңге. Ал екінші жағына қарасам, ел таңба. Ел таңба. Ту. Қазақ деген елдің таңбасы. Тұтас бір елдің намысы. Мен елімнің ел таңбасын ешкімге таптырмаймын. Сондықтан да қайраттың сыңғырда еліміздің ешін айтылыр. Жерден не тауып алды? Тиын тауып алды. Ал тиынның екінші бетінде біздің таңбамыз бейнеленген екен. Оны атамыз не істеді? Кез келген адам біздің ел таңбамызды басып жүруге жол жоқ. Біз оны қадірлеуіміз керек, құрметтеуіміз керек деп жерден алып көтеріп алып жатыр. Сендер де көшеден көрсеңдер, ел таңба,
мынандай тудың жерде жаққанын көрсеңдер, оны жоғары көтеріп қойыңдар. Ол біздің отанымыздың, біздің өзіміздің мемлекетіміздің нышандары екен. Оны аяққа таптауға болмайды екен, иә? Енді балалар, сендерге кішкене тапсырмам бар. Осы бүгінгі оқу қызметімізге байланысты біз жаңа айтып жатырмыз, иә? Біз Қазақстан 5 мемлекетпен шектескенбіз. Міне төбесінде тұрған 5 жұлдыз осы 5 мемлекетпен шектескенімізді білдіріп тұрды. Енді мына жерде сол 5 мемлекеттің әнұрандарын қоямын, соның ішінде қайсы Қазақстандық екенін табасыңдар. Жарай ма? Өзіміздің Қазақстанның әнұранын білесіңдер ма, білмейсіңдер ма? Енді соны байқайық. Біздің Қазақстан әнұраны ма? Балалар, жақсылап тыңдаңдар, ә? Бұл Қытай мемлекетінің әнұраны екен. Ал енді келесін тыңдайық. Басқа тілде, иә? Біздің Қазақстандық емес, иә? Балалар, бұл Түркменстан мемлекетінің әнұраны екен. Бұл біздің Қазақстан мемлекетінің әнұраны екен, иә? Ол біздің құлағымызға қатты жатталып қалған екен. Жарайсыңдар балалар. Енді мынаны тыңдайдар. Бұл біздің көрші мемлекетіміз Қырғызстан мемлекетінің әнұраны екен, иә? Балалар, қараңдаршы, әркімге өзінің мемлекеттік нышандары өте ыстық көрінеді екен, иә? Біздің Қазақстан мемлекетінің әнұраны айтылып еді, орындарында отырамай кеттіңдер, барлықтары қосылып кеттіңдер, иә? Енді сендерге мынандай 2 тапсырма бар. Міне қараңдар балалар, мына жерде бізде пазл жапсырып ойнайық, құрастырып, тура сол сияқты әр мемлекеттің нелері бар. Елтаңбалар бар. Осының ішіне бүйтіп тауып алып, біздің Қазақстан мемлекетінің елтаңбасын құрастырып шығамыз. Оны мен мына жақтағы қатарға берейін, иә? Екеуің ораңдар. Мына жерде әр мемлекеттің туын құрастырып шығу керек. Бұл да пазл. Украина мемлекетінде Қазақстан кім құрастырды? Санжар Қазақстан берейін. Сарва, сен құрастырып көргенсің ба? Міне Қытайдікі. Міне Американке. Оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып, егеменді ел көрдім. Жарайсыңдар балалар. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, еліміздің символы, мемлекеттік рәміздерімізді қастерлеп, құрметтеу бәріміздің міндетіміз, парызымыз болып табылады екен. Ендеше балалар, біз бүгін оқу қызметімізді аяқтамас бұрын барлығымыз осы тәуелсіздігімізге деген құрметімізді білдіріп, қане ант етейікші. Тобының тәрбиеленушілері әр қашанда отанымызды сүюге, қадірлеп қорғауға, еліміздің елтаңбасын, көк байрағын ешкімге таптатпай, биікке көтеріп жүруге, әнұранын асқақтатып жүруге, салтанатты түрде ант етемін. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар.